Құрметті достар, міне сіздерге арнап тамақ істеп жатырмын. Бұл тамақтың аты Байзақ без анареди. Атын өзім білмеймін, бірақ өзім істеп жатқан екен, Байзақ без анареди деп жатырмын да. Тамақтың ішіне бірінші пиязды қору керек. Пиязды қорғанда өте күйдіріп жіберуге болмайды. И бұлай пісірмей, бұлай сарқыштау болып пісейін деп қуырыла бастағанда оған біздер помидорды саламыз. Бисмилля дейміз да. Бисмилля деп тамақты бастаған жақсы. Негізі пиязды көбірек салсаң тамақтың мынау пияздың суы көбірек шығады. Сосын мен помидорды салған себебім, помидордың да мынау екеуі бірге қайнағаннан кейін помидордың да суы көбірек шығады. Тамақты әрқашанда істегенде, әрқайсы нені салған кезде бисмиллахир-рахманир-рахим деп Алланың атын айтып салсаң, тамақ дәмді болады. Қорғаннан кейін енді тұз салсаң, ол сулардың бәрі шығады. Дәмді болады. Тұзды шамамен көп емес, аздау дәмі шығатындай қылып салуымыз керек. Бүлкілдеп қайнап жатыр. Бұл өзінің суы өзіменен. Бұған су құймаймыз. Міне тамақ келді, пісті. Мынау біздің түрк достарымның бізге берген рукла деген шөбі. Бұның деген біз Қазақстанда мен ондайды әлі жеп көрген жоқпын. Дәмі деген енді иісін айтса бұрқырап тұрған. Шайтан ражим дегенде шайтандар қашып кетті деген. Қаранекей. Мен өзім істедім, өзім істегеніне өзім ғашық болып қалдым ау деймін да. Етін дәмін көрейін, еті қандай. Аузыңда еріп жатыр ғой барлығы. Мына рухлы деген рухлы ма? Рухлы деген жақсы екен, білем. Аппетитті ашып ұрып жатыр ғой. Мен Қазақстанда бұндай шөпті көргенім жоқ. Иісі де, дәмі де айтса ешқандай. Ас болсын.